1939 жылы Германия Ұлыбританиямен және Франциямен соғысып қалды. Екі жақтың күштері шамамен тең болды, бірақ одақтастар ұзақ мерзімді артықшылықтарға ие болды және бірнеше жыл ішінде өз әскерлерін айтарлықтай күшейте алды. Германияның жеңіске жетуінің жалғыз мүмкіндігі одақтас әскерлерді мүмкіндігінше ертерек талқандау болды. Ол қолындағы бар күшімен шабуылға дайындалды. Бұл бейненің демеушісі Вартандер, бірақ бұл туралы сәл кейінірек. Батыс кампаниясы үшін Германияда 135 дивизияда 3 миллионнан аз сарбаз болған. Францияда 104 дивизияда 2 миллион 200 мың сарбаз болған. Оларды жарты миллион адамнан тұратын британдық экспедициялық күштер толықтырды. Осыны ескере отырып, одақтастармен Германияның күштері шамамен тең болды. Франция өз шекараларын қорғауға дайындалды. Оның оңтүстік бөлігін Рейн өзені мен Вагез таулары жауып тастады. Бұл аймаққа тек шағын бекіністер қажет болды. Одан әрі солтүстікте француз-герман шекарасында табиғи кедергілер болған жоқ. Мұнда француздар бекіністердің ең қуатты жүйесін, Магино шебін тұрғызды, оның артында көптеген әскерлер орналасты. Француз армиясының моторлы және танктік дивизиялары мен британдық әскерлер Франция-Бельгия шекарасында орналасты. Оларды Францияны солтүстіктен қорғау үшін, немесе Магино шебін нығайту үшін, немесе Германия Бельгияға басып кірген жағдайда Бельгия армиясы қолдануы мүмкін еді. Француздардың танктері немістерге қарағанда көбірек болды, бірақ олардың едәуір бөлігін жаяу әскер дивизиялары арасында таратып жіберді және тек 3 танк және 3 жеңіл танк дивизиясы болды. Германия өз танктерін неміс жоспарының негізін құрайтын 10 танк дивизиясына топтастырды. Алдымен олар Бенилюкс елдеріне басып кіруі керек еді. Бұл одақтастарды Бельгияға өз әскерлерін енгізуге мәжбүр етеді және олар немістердің оңтүстіктегі негізгі соққысын қайтара алмайды. Германияның негізгі танк күштері Арден арқылы өтіп, француз қорғанысының ең әлсіз секторын бұзып өтіп, содан кейін теңізге қарай ілгерілеуді жалғастырып, одақтас әскерлерді кесіп тастайтын еді. Ол үшін Германия, Бельгия мен Нидерландының қорғаныс шебін еңсеруі керек еді. Ол олармен соғыспағанын және олардың қорғаныс шебінің толық жасақталмағанын пайдаланды. Немістер әуе десанты арқылы Бельгия мен Нидерландының қорғаныс шебінің секторларын басып алды. Енді десантшылар неміс құрлық әскерлері келгенше шыдауға мәжбүр болды. Неміс шапқыншылығы туралы естіген одақтастар Бельгияда қалай әрекет ету керектігін шешуге мәжбүр болды. Олар өз әскерлерінің көп бөлігін батыс Бельгияға жібере алады, немесе оны елдің орталығына орналастыра алады. Олар Бельгияға барынша көмек көрсетудің екінші нұсқасын таңдады. Олар сондай-ақ Нидерландыға қолдау көрсету үшін әскерлердің бір бөлігін жіберді. Осылайша өз резервтерінің көп бөлігін жұмылдырды. Бельгиядағы неміс әскерлері өздерінің әуе десанттық бөлімшелерімен байланыс орнаталды. Бельгия қорғанысындағы алшақтықтың пайда болуымен оның әскері елдің орталық бөлігіндегі қорғаныс шебіне қарай шегіне бастады. Солтүстікте неміс әскерлері Бельгия мен Нидерланды бекіністерінің арасынан өтіп, Голландиялық қорғаныс шебінің бір бөлігін ұстап тұрған десантшылармен қосылды. Бұл немістерге танк әскерлерінің бір бөлігін Голландиялық қорғаныстың негізгі шебінен тыс жылжытуға мүмкіндік берді. Германия Нидерландыға өз қалаларын жан түршігерлік бомбалаумен қорқытқанда, олар тапсырылды. Сонымен бірге Германияның оңтүстіктегі танк бөлімшелері Люксембургты басып өтіп, одақтастардың жасырын бөлімшелерін кері итеріп жіберді. Олар көп ұзамай француздардың негізгі қорғаныс шебіне жетті. Неміс авиациясының соққысынан кейін Францияның екінші дәрежелі бөлімшелері Германияның ең жақсы бөлімшелерінің шабуылын тоқтата алмады. Ал немістер олардың қорғанысын бұзды. Француздар немістер Магино шебінің негізгі бөлігін солтүстіктен оңтүстікке қарай айналып өтуді қалайды деп болжап, әскерлерін осы бағытқа шоғырландырды. Француздардың батыс қапталының іс жүзінде жалаңаш екенін түсінген неміс танк дивизияларының командирлері тәуекелге бел буып, жаяу әскерін күтпестен алға ұмтылды. Немістердің серпілісі одақтастарды таңғалдырды. Бірақ енді олар бұл неміс шабуылының басты бағыты екенін түсінді. Олар өз қорларын осы аймаққа көшіре бастады. Сонымен бірге олар Бельгиядағы әскерлерін ыңғайлырақ позицияларға орналастыру және кейбір әскерлерді босату үшін кері қайтара бастады. Одақтастар немістердің Парижге немесе Манжы жағалауына қарай ілгерілеп бара жатқанын білмеді және екі бағытты да жабуға мәжбүр болды. Бұл үшін олар осы аймақта орналасқан
3 танк дивизиясын ғана пайдалана алды. Дегенмен, олар қай жерде орналасуы керек деген сұрақ туындады. Француздар неміс танктері жаяу әскерін күтеді. Сондықтан олардың ілгерілеуі жылдам болмайды деп сенді. Бұл оларға Уаз өзенінде қорғанысқа түсуге мүмкіндік береді деп сенді. Неміс қолбасшылығы танк дивизияларына шабуыл қарқынын бәсеңдетуді бұйырды. Бірақ дивизия командирлерінің өздері бұйрықтарды елемей, алға жылжуын жалғастырды. Олар француздар күткеннен әлдеқайда жылдам қозғалды, және соңғысы әлі қорғаныста болған кезде француз әскерлеріне жетті. Француздардың бірінші панзерлік дивизиясы күтпеген жерден ұсталып, жойылды. Ал екінші панзерлік дивизияны немістер таратып жіберді. Төртінші панзерлік дивизия немістердің негізгі шабуыл шебінде болмады. Сондықтан Париж бағытында француз қорғанысын ұйымдастыруды сәтті жүзеге асыра алды. Енді неміс танктері жаяу әскерлерін күтіп, керек жарақтарын қалпына келтіруі керек еді. Олардың ілгерілеуі баяулады, және келесі күндері олар аз ғана аумақты басып алды. Одақтастар Бельгиядағы әскерлерді шығаруды аяқтап, Париж бағытын жабалды. Бірақ немістердің Маншқа баратын жолын жабуға уақыттары жетпей қалды. Олар ең жақсы әрекет жолы Германияның алдыңғы қатарлы әскерлерінің тылына екі жақтан соққы беріп, оларды қоршау деп шешті. Бірақ олардың жеңіл танктік дивизиялары майданға шынжырмен байланған, және олардың екеуінен айырылғаннан кейін олар қажетті күшке ие болмады. Нәтижесінде одақтастар санаулы ғана шектеулі қарсы шабуылдар жасай алды. Біріншісін 4-ші панзерлік дивизия жүзеге асырды. Бірақ ол айтарлықтай табысқа жете алмады. Бұл арада неміс танктері өздерінің жаяу әскерлерімен керек жарақтарын күтіп тұрды. Олар шабуылды толық күшпен қайта бастады. Және Маншқа барар жолда одақтастардың саны аз болғандықтан, олар көп ұзамай теңізге жетті. Одақтастар Арас қаласының маңында соққы берді. Бірақ оның табысы шамалы болды. Неміс әскерлері порттарды басып алуды, және одақтас әскерлерді жабдықтаудан айыруды көздеп, солтүстікке бұрылды. Бұл маневр одақтастарды қоршауға алу қаупін төндірді, және олар қарсы шабуылға арналған әскерлердің есебінен солтүстіктегі қапталдарын күшейтуге мәжбүр болды. Соның салдарынан олардың солтүстіктегі әскерлері қарсы шабуыл жасай алмады. Сонымен бірге олардың оңтүстіктегі әскерлері оңтүстіктен алға жылжып келе жатқан француз әскерлерімен байланысу үшін позицияларын сақтап қалды. Неміс қолбасшылығы одақтастардың оңтүстікке қарай ықтимал басып, кіру әрекетін тоқтату үшін өз әскерлерінің батыс бөлігіне қорғанысқа көшуді бұйырды. Франция оңтүстіктен соққы беру үшін әскер жинады. Бірақ бұл секторда неміс жаяу әскері көбірек болғандықтан, француздарға одан да көп уақыт қажет болды. Алайда француздар бұдан әрі күте алмады. Өйткені солтүстіктегі әскерлер қордан айырылып, қоршауға алу қаупі төнді. Әскерлерді шығару туралы шешім қабылданды. Олар не серпіліс жасауға тырысуы мүмкін, не теңіз арқылы тасымалдануы мүмкін. Одақтастар серпіліс жасауға тым әлсіз болғандықтан, олардың әскерлерін олардың бақылауында қалған порттар арқылы шығару туралы шешім қабылданды. Немістер майданды бұзып өтіп, олардың бір бөлігін кесіп тастауға тырысты. Одақтастардың шегінуі жағдайында Бельгия армиясы Германияға жалғыз қарсы тұра алмады және тапсырылды. Немістер француз әскерлерінің бір бөлігін кесіп қоршауға алды. Басқа бөлімшелер майдан шебін ұстап, теңізге дейін жаяу жүріп, эвакуациялауды бастады. Германия өз әскерлерінің көп бөлігін кері қайтарып, Францияға екінші шабуылына дайындала бастады. Одақтас армияның 300 мыңнан астам әскері эвакуацияланды. Бірақ олардың барлық техникасы жоғалды. Одақтастар оның орнын уақытында таба алмағандықтан, бұл сарбаздардың көпшілігі Франция шайқасының екінші кезеңіне қатысқан жоқ. Неміс әскерлерінің саны француздардан басым болды. Француздар Сомме мен Айне өзендерінде өз позицияларын ұстады. Алайда немістер өздері үшін бірнеше плацдарм құрды. Бұл француздардың қорғанысын әлсіретті. Бұған қарсы тұру үшін француздар өздерінің негізгі күштерін Сена өзеніне қайтара алады. Бірақ олар мұны жасамауға шешім қабылдады. Олар Францияның солтүстігіндегі өзендердің қорғаныс артықшылығына сүйенді, және осылайша алға жылжып келе жатқан неміс армиясына үлкен шығын келтіріп, оның шабуылына төтеп беруге үміттенді. Бұған қол жеткізу үшін француздар неміс танктерінің кез келген жағдайда
басып кіруіне жол бермеу керек еді. Германия француздарға күштерін қалпына келтіруге уақыт бермеуге тырысты және оның әскерлерінің бір бөлігі дайын болғаннан кейін соққы берді. Алдымен француздардың жоспары жұмыс істеді және олар ұйымдасқан түрде шегінуге қол жеткізді. Бірақ көп ұзамай олардың қорғанысындағы алғашқы жетістіктер болды. Неміс танктері француз әскерлерінің шебін бұзып өтіп, Сена өзеніне дейін жетті. Француздар көпірлерді жарып жіберді. Осылайша немістердің шабуылын тоқтатты. Бірақ қазір неміс танктері теңізге бұрылып, одақтас әскерлерінің бір бөлігін кесіп тастады. Бұл кезде қалған неміс әскерлері шабуылға қосылды. Француздар ақырындап артқа шегінді. Бірақ ақырында неміс танктері серпіліс жасай алды. Париждің батысындағы француз әскерлері қоршауға алынып, жойылды. Ал француздарға немістердің Сена өзенінен өтуіне жол бермейтін әскерлер жетіспеді. Француз қолбасшылығы армияны енді қоршауға алуы мүмкін деп қорқып, оған шайқасты тоқтатып, Луара өзенінде өз орнын алу үшін оңтүстікке қарай шегінуді бұйырды. Париж қалдырылды. Бірақ шегіну француз әскерлерінің тұтастығын бұзды. Ал неміс танктері олардың тылына өте алды. Германия француздардың Луараға шегінуіне жол бергісі келмеді және олардың әскерлерінің мүмкіндігінше көп бөлігін кесіп тастауға және жоюға тырысты. Француз армиясының көп бөлігі жаяу жүріп келе жатқандықтан, неміс танктері оны оңай басып озды. Олар француз тылына тереңірек еніп, көптеген француз бөлімшелері бір-бірінен тұтқынға алынды немесе оқшауланды. Батыстағы француз армиясының көп бөлігі шегініп жатқанда, әрекетсіз француз әскерлерінің негізгі бөлігі Магино шебінің артында болды. Франция өз әскерлерінің көп бөлігін шептен шығарып, Германияға қауіп төндіретін далалық бөлімшелерге жіберді. Немістер оларды жоюды көздеді. Олар француз қорғанысын жан-жақтан шабуылдап, талқандауға тырысты. Олардың негізгі әскерлері батыстан шығысқа қарай жылжыды. Ал танктер оңтүстіктен тылға кірді. Сонымен бірге олар солтүстік пен шығыстың әлсіз жерлеріне соққы берді. Осы уақытта француздар Луара өзеніне жетіп, оған бекінуге тырысты. Алайда олар барлық өткелдерді жауып тастай алмады және сол күні түстен кейін оларды қуып келе жатқан неміс әскерлері өзеннен өтті. Француздар шегінуді жалғастырды. Сонымен бірге неміс танктері солтүстікке шегініп бара жатқан француз әскерлерін айналып өтті. Шығыста француздар неміс шабуылын тоқтата алмады. Ал немістер оларды қоршап алып, оларды тар қазанға айдап салып, берілуге мәжбүр етті. Шегіну кезінде француз әскерлерінің аз ғана бөлігі аман қалды. Сәтті қарсылық көрсету мүмкіндігі соғысты жалғастыру үшін тым аз болды. Француздар Италияның Альпіден өту әрекеттеріне сәтті қарсы тұрса да, олар немістерді ұстай алмады. Олар Германияның шарттарына келісіп, 2 күннен кейін күшіне енген бітімге қол қойды. Франция әртүрлі себептермен жеңіліске ұшырады. Бірақ, әрине, нашар танктердің кесірінен емес. Және Францияның жеңіл танктері өте тиімді болмаса да, оның ауыр серпінді танктері В2 шарымен Саманың 35 крейсерлік танктері немістерге бастама бере алады. Немістер көп жағдайда француздарды операциялық деңгейде жеңе алуының арқасында жеңіске жетті. Егер сіз француз танктері тең жағдайда қалай әрекет ететінін білгіңіз келсе, Вартандер ойнаңыз. Вартандер бұл реализмге бейімділікпен жасалған ұрыс техникасына арналған әскери модельдеу ойыны. Қарапайым соққы нүктелерінің орнына соққылар танк бөліктеріне немесе экипаж мүшелеріне нақты зиян келтіреді. Вартандер бұл екінші дүниежүзілік соғыс туралы ғана емес. Онда Мажино шебінен және Але Ламеннен Коре аңғарлары мен Вьетнам джунглилеріне дейінгі шайқастар бар. Ойында 1930 жылдардан 1990 жылдарға дейін қызмет етіп келе жатқан 1500-ден астам тарихи жарамды танктердің, тікұшақтардың және кемелердің кең арсеналы бар. Вартандер компьютерде PS4 және Xbox One құрылғыларында қолжетімді. Бұл компьютерлер мен консольдерге ортақ әлемі бар көп платформалы ойын. Сонымен бірге ол тегін. Ендеше, неге оны сынап көрмеске? Ойынды жүктеп алып, арнаға қолдау көрсетіңіз. Сипаттамадағы сілтемедегі тандыр қолданбасын жүктеп алып, премиум жабдықты, сондай-ақ 3 күндік есептік жазбаны теңестіру үдеткішін алыңыз.